Баршаңызға қайырлы күн достар. Сметанник пирогын дәл осылай ерекше етіп жасау тәсілін көрсететін боламын. Дәл осы әдіспен жасасаңыздар, сіздердің пирогтарыңыз өте дәмді әрі жұмсақ болып пісетін болады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Және подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдымен бізге ұн қажет болады. Ұнды жақсылап, міндетті түрде еліктен өткізіп аламыз. Осы орайда қамыр қопсытқышты да қосып, араластырып жібереміз. Қантымызды қосып, тағы бір жақсылап араластырып аламыз. Одан соң үстінен бөлме температурасындағы тұрған жұмыртқаны қосамыз. Мен 2 жұмыртқаны қостым. Орташа көлемдегі 2 жұмыртқаны қосып, үстінен сары май қосамыз. Сары май немесе маргарин қолдансаңыздар болады. Маргариннің майлылығы жоғары түрін таңдағандарыңыз дұрыс. Мен бұл жерде щедрое лето майын пайдаланып жатырмын. 200 грамдығын алдым. Соны ұнымның үстіне қосып, жақсылап қолымызбен осылай қамыр илеп шығатын боламыз. Бастапқыда қамырымыздың басы бірікпей, қатты болып көрінуі мүмкін. Илей келе майы еріп, бізде осындай жұмсақ қамыр иленіп шығатын болады. Осы қамырды алып, енді тоңазытқышқа жарты сағат уақытқа қоя тұрамыз. Осы арада ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Бөлек ыдысымызға 100 грамм творогты өлшеп алып, үстінен 50 грамм қантты қосамыз. Және оның үстінен қаймақты қосып жібереміз. Мен 400 грамм қаймақ қосып, үстінен 2 жұмыртқаны қостым. 2 ас қасық жүгері крахмалын қосамыз. Бұл біздің пирогымыздың салмасын біркелкі етіп ұстап тұру үшін қажет болады. Барлық салмамызды қосып болғаннан кейін үстінен блендермен жақсылап езіп аламыз. Біркелкі масса болғанға дейін еземіз. Менде осындай масса дайын болып шықты. Енді осы дайын болған салмасын 2 бөлікке бөлеміз. Теңдей етіп, көз мөлшермен мен 2 бөлікке бөліп алдым. Сіздер таразымен теңдей етіп бөліп алсаңыздар да болады. Келесі екінші бөлігіне какаоны қосамыз. Мен бұл жерде 2 ас қасықтай какаоны еліктен өткізіп қостым. Міндетті түрде достар, какаоны еліктен өткізіп қосуымыз керек. Одан кейін лопатканың көмегімен жақсылап араластырып, осылай біркелкі массаға айналдырып алдым. Міне осындай бізде сұйықтық дайын болып шықты. Осымен біздің салмамыз дайын. Тоңазытқышқа салып қойған пирогтың қамырын алып, 2 бөлікке бөліп аламын. Мен бұл жерде 2 пирог жасайын деп жатырмын. Бір бөлігін осы пирогқа пайдаланамын. Табамның астына жақсылап қолымызбен жайып төсеп алу керек болады. Табамыздың жан-жағына барлық жеріне дерлік біркелкі етіп, тестамызды жайып шығамыз. Міндетті түрде шанышқымен тесіп шығу керек. Жаңағы дайындап қойған салмасын бірінен соң бірін тура видеодағыдай етіп құйып дайындап аламыз. Қара және ақ бөлігін кезекпе-кезек салып шықтым. Міне барлығын дерлік салып алдым. Одан кейін таяқшаның көмегімен зебра пирогын жасағандай етіп, дәл осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай сызып шығамыз. Міне біздің пирогымыздың көрінісі осындай болып шықты. Енді алдын ала қызып тұрған пешке салып, 40-50 минут шамасында пісіреміз. Одан кем уақыт тұрмау керек. Міне 50 минут тұрып, менің пирогым пісіп шықты. Пирогымыз піскеннен кейін формасынан суығаннан кейін барып шешіп аламыз. Одан соң тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қойып, одан кейін ортасынан бөліп жеуге болады. Сол кезде біздің пирогтарымыз ағып кетпей, өз начинкасын әдемі ұстап тұратын болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, іші толығымен пісіп шыққан, ешқандай да салмасы ағып кетпей, өз формасын әдемі етіп ұстап тұр. Ең бастысы өте дәмді әрі жұмсақ пирог дайын болып шықты. Тестаның екінші бөлігінен творожный пирогын жасадым. Бұл пирогтың жасалу жолында YouTube каналымнан таба аласыздар. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецептермен бөлісетін боламын.